Бисмилlah, алхамдулилlah, уассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Міне Рамазанның да бір бөлігін артта қалдырдық. Кеше ораза басталды деген күні бәріміз ауыз бекітіп, міне оразаны ұстап жалғастырып келе жатырмыз. Енді осы жерде көбісін мазалайтын бір сұрақ бар. Өзі ораза деген не өзі? Алла тағаланың бізден талап етіп тұрған оразасы қандай? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның, сахабалардың, одан кейінгі ізгі ғалым ғұламалардың ұстаған оразалары қандай? Оразада тек қана ішіп жемеу керек пе, жоқ әлде одан да жоғары бір амалдарды бізден Алла тағала талап ете ме деген бір сұрақтар мазалайды. Бұл жерде енді амал деп айтатын себебіміз мынау жалпы біздің жасайтын құлшылық ғибадаттарымыз, намаз болсын, ол садақа болсын, ол біреуге жасаған жақсылығымыз болсын, айтқан жақсы сөзіміз болсын, бұның барлығын жаңағы амалун солих дейді. Құранда да уаллазина аману ва амилус солихат дейді. Жаңағы иман келтіргендер, сосын салихалы амал жасағандар, салихалы амал дейміз. Бұл жерде оның амал деп аталуының себебі, араб тілінде амал деп біреудің қолынан шыққан бір затты айтады. Мысалға бір шебердің жасаған бұйымы, заты, немесе бір суретшінің салған суреті. Мысалға хаза амалу фулан, мынау пәленше деген шебердің жасаған бұйымы, пәленше деген суретшінің салған суреті деген сияқты қолданыста бар осындай сөздік тіркесі. Сонда оразаны амал деп алатын болсақ, бұл да бір бейне бір біздің қолымыздан, оразаның шебері біз болсақ, біздің қолымыздан шыққан бір жақсы істі, бір бұйым дейікші мысалға. Егер мысалға бір бұйым шығаратын, бұйым жасайтын шебер өзінің бір құрметті қонағына бұйым жасаса, оны әдеттегі күндегі әркімге жасап жүргендей жасамайды ғой. Өйткені ол ұсынайын деп тұрған, сол жаңағы бұйымын сыйға тартайын деп тұрған адамның оның алдында қадірі жоғарыда, сондай бір қадірлі, құрметті адам. Ал енді Аллаға иман келтірген мұсылман адам үшін оның жүрегінде Алладан қадірі асқан біреу бар ма? Әрине жоқ. Сондықтан біздің мынау ұстап жатқан оразамыз, Алла тағалаға ұсынып жатқан ғибадатымыз, біздің құлшылығымыз болғаннан кейін, оның да сондай бір жоғары деңгейде, оның да сондай бір әсем, көркем болған жақсы. Өйткені біз оразамызды ұсыну арқылы, намазымызды ұсыну арқылы, садақамызды ұсыну арқылы біз Алла тағаладан көп нәрсе сұрап жатырмыз. Дұға тілектерімізді қабыл ет деп жатырмыз, күнәларымызды кешір деп жатырмыз, жәннатқа кіргіз деп жатырмыз, тағысын тағы қаншама шексіз нығметтер сұрап жатырмыз. Ал енді кейде шынымен де адамның ойланатындай реті бар. Менің сол беріп жатқаным, анау сұрап жатқаныма тұрарлықтай ма? Соған сәлде болса сәйкес келе ме деген сұрақ болады. Баяғы салихалылар, бұрынғы сахабалар, одан кейінгі табигендер, солардың көзін көрген, ізін жалғастырған ғалым ғұламалардың мынадай бір әдеті бар екен. Олар бір амал жасаса, мысалы айтайық, Рамазан оразасын ұстайды. Сөйтсе Алла тағалаға мінәжат жасап, я Алла, мен өзімнің шама шарқыма қарай мына амал жасадым. Енді сен оның сыйын өзіңнің шамаңа қарай бер деп айтады екен. Қараңыздар, олар оны әйтеуір жасамайды. Барынша беріліп, бар ынта ықыласын салып отырып, барынша көркейтіп, көмкеріп отырып жасайды ол салихалы амалды. Сөйтсе сонымен қоса, мынау менің енді шамам дейді. Мен қолымнан келген осы, я Алла тағала. Енді сен бұның сыйын өзіңнің шамаңа қарай бер дейді екен. Яғни Алла тағаланың күш құдіреті неге жетеді? Барлығына жетеді. Алла тағала біздің азғантай амалымызды, азғантай оразамызды, соның ішінде намаз, садақа, басқа да амалдарымыз бар. Егер ниетіміз, ықыласымыз жақсы болатын болса, Алла тағала кейбір кемшілік қателіктерін кешіріп, өзінің кеңдігімен, өзінің жомарттығымен оны қабыл етіп, сыйын да солай береді. Біз соған сенуіміз керек. Бірақ дегенмен оразамызды қолымыздың келетін, шамамыздың жететін жеріне дейін жеткізгеніміз жақсы. Енді осы жерде ғалымдарымыздан, ұстаздарымыздан бір қатар кеңестер бар. Рамазан айында не істесек болады? Су ішпей, тамақ ішпей жүргеннен басқа тағы не істесек болады? Рамазанымызды қалай әдемі қылып, қалай әсем қылып ұсынсақ болады Алла тағаланың алдына деген сұрақтың жауабы ретінде бір қатар кеңес ұсынады. Соның біріншісі, Алла тағалаға ұнамайтын барлық істен аулақ бол дейді. Ауыз бекітіп ораза ұстадың ба? Алла тағала нені ұнатпайды, нені жақтырмайды, соның барлығын тәрк ет дейді. Мысал айтатын болсақ, Алла тағала Рамазан айында жасатын жақсылық істерімізді айтайықшы. Біз енді оразада көбіне садақаны көп береміз. Оразада көбіне адамдарға жылулық көрсетеміз, ауыз ашар береміз, көмектесеміз деген сияқты. Енді сондай істердің ішінде Алла тағаланың ұнатпайтын бір ісі ол рия.
бұл жүректегі болып жатқан нәрсе да. Рия деген, мысалға мен біреуге бір садақа апарып берсем, осыны адамдар көрсін, осыны ертең адамдар айтып жүрсін, ертең осы ісім менің елдің аузында жүрсін деген сияқты адамдардың назарына ілігейін деп істейтін болсам, оны рия дейді. Ал егер жоқ, маған кім не айтса да ол қызық емес, мен ең бастысы Алланың назарына ілінсем болды, осы бір ісімді Алла Тағала қабыл етсе болды деп істесек, ол соның қарама қарсысы, ол ықылас. Енді осы жерде оразаны мақтайтын хадисті есімізге алайықшы, құдси хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жеткізеді ғой, Алла Тағала айтады дейді, бұл ораза мен үшін, оның сауабын мен берем деп, маған мен үшін жасалып жатқан іс деп Алла Тағала мақтап тұр да оразаны. Неге деген кезде ғалымдарымыз түсіндіреді, өйткені көбіне көп оразада рия араласпайды дейді. Мысалы, сіз қазір қоғамдық көлікке мініңіз, немесе адамдар отырған бір жерге кіріп келіңіз. Кімнің ораза емес екенін қаяқтан білесіз? Біле алмайсыз оны. Оны тек Алла Тағала ғана біледі. Ол деген бәрі ұйықтап жатқан кезде сәресі үйінде ауыз бекітті. Көрдіңіз бе? Ол уақыттар, оның ішінде болып жатқан амалдар, ол оразаның сыртқа көрінетін бір белгілері жоқ қой. Мысалы, намаздың өзінің арнайы белгілері бар, еңкейесің, маңдайың жерге тигізесің деген сияқты. Оразада ондай еш нәрсе жоқ қой. Оразада ниет етеді, аузын тият болды. Қараңыз, енді сол үшін адамдар оны көп біле бермейтін болғаннан кейін, ол ешкімге бүйтіп мен өзім оразамын деп айтып қоймаса өзі, адамдар оны байқай бермейтін болғаннан кейін рия араласа қоймайды. Садақа сияқты емес ол. Беріп жатыр, міне бауырлар, адамдар мен садақа беріп жатырмын деп адам көрсетіп беретін болса, ол рия болады ғой, мысалға, егер ниеті сондай болатын болса. Ал оразада ондай көбіне көп бола бермейтіндіктен, рия араласа бермейтіндіктен Алла Тағала мен үшін деп мақтап тұр дейді. Сол үшін Рамазан айында жасаған жақсылықтардың барлығын риядан аулақ қылу керек. Соның біріншісі садақа, екіншісі мысалға ағайын туыспен қарым-қатынас, біреудің хал жағдайын сұрау, Рамазанмен құттықтау. Қарапайым Рамазан оразасымен құттықтаудың өзін мысалға оның ар жағында есеп болатын болса, ол Алла разылығы үшін жасалған амал емес. Ертең күні керек болып қалады, құттықтап қояйын, ертең ана бір шаруамен оның алдына барам ғой, кірем ғой деген сияқты нәрселер болатын болса, ол Алла разылығы үшін істелген амалға жатпайды. Одан кейін бұл енді жүректің тазалығы ғой. Одан кейін ойдың тазалығы да өте маңызды. Ойдың тазалығы деп отырғанымыз, Құранда Алла Тағала айтады: "Ей мүміндер, көп ойлардан аулақ болыңдар, өйткені кейбір ойлар адамға күнә алып келеді" дейді. Бұл жердегі көп ойлар дегенде ғалымдар түсіндіріп айтады, тәпсір ғалымдары. Адамдар туралы ой дейді. Біреу туралы ой. Мысалға, біреудің сөзін жаманға балау, біреудің ісін жаманға балау. Ой, қайбір ол істеп жатыр дейсің. Ертең андай бір ар жағында арам ой бар да оның деген сияқты адамдардың іс-әрекеттерін жаманға балау, сөйтіп олар жайында жаман ойлау, ол Алла Тағала жаңағы тыйып тұрған ойдың лас, кір нәрсесі. Ал ойдың тазалығы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, жақсы ойлау ол ең жақсы құлшылықтардың бірі дейді. Яғни адамдар жайында жақсы ойлау, жақсы ойда болу, ар жағынан жаман ой іздемеу. Бір жағынан бұл ойдың тазалығы қайдан шығады? Жаңағы жүректің тазалығынан шығады. Мынау Абу Тайиб әл-Мутанабби деген арабтың бір шайыры, дейді. Адамның өзінің істеп жүрген іс-әрекеттері бұзылса, оның ойы да бұзылады дейді. Қараңызда, адам біреу жайында жаман ойлай беретін болса, ол оны проблеманы неден іздеу керек? Ол өзінің жүрегінен және өзінің амалдарынан іздеу керек. Яғни өзіне қарап баға береді деген сөз ғой. Өзі ұрлықшы болса, бәрін ұрлықшы көреді. Мысалға, мемлекеттік қызметкер болуы мүмкін. Адамдарға жаңағы біреуге жер алып беріп, біреуді кезегін жаңағы жылжытып беріп, біреуге тағы бір деген сондай нәрселерді жасап жүрген болса, өзінің құзыретін пайдаланып, ол сол саладағы адамдардың бәрі жайында солай ойлайды. Бәрі істейді ол. Оны істемейтін адам жоқ деп. Өйткені ол өзіне қарап баға береді. Сондықтан ойдың тазалығы ол біріншіден адамдардың арасындағы қарым-қатынасты жақсартады. Кейде біз мысалға біреуге суып қаламыз. Неге? Өйткені ол туралы жаман ойлаймыз. Ол туралы өзіміз ойлап, оны біраз жерге апарып тастаймыз да, оның бір жаман образға кіргізіп қоямыз. Сол үшін біздің оған қарым-қатынасымыз суып қалады. Ал бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге не деп бұйырды? Адамдарға мәміле жасаған кезде, қарым-қатынас қылған кезде, сендерге не көрсетеді, сонымен соған сәйкес қарым-қатынас жасаңдар. Мысалы, сіздің алдыңызда сізге жаңа мәмілесі түзу, жаңа ешқандай бетіңізге жаман сөз айтпай, сізбен тура қарым-қатынас жасап жүрген адаммен сіз соған сәйкес қарым-қатынас жасайсыз. Сіз оның басқа біреуге айтып, сөйтіп ол біреу сізге жеткізіп келген сөзіне сәйкес емес. Сен маған кеше мені былай деп жамандапсың, мен жайында мынандай бір
ойлар айтыпсың деп біреулерден өсек болып келген сөздің негізінде емес, сізге бетіңізге қандай мәміле көрсетіп жатыр, соған сәйкес мәміле жасау, бұл мұсылманның ой тазалығын сақтайды екен. Жүректен, ойдан кейінгі тұратын істер, ол дене мүшелерден шығатын істер. Алла тағала нені ұнатпайды? Алла тағала бірінші кезекте өзі харам еткен істерді ұнатпайды. Арақ, шарап, темекі шегуді алайық мысалға, немесе жаңағы аузынан шығатын жаман сөздер, қолдан шығатын кісі ақысына араласатын неше түрлі жаман істер. Алла тағала бұны тыйым салды ма? Бұны Рамазанда да тыйым салады. Алла тағала оны Рамазанның ішіндегі ауыз ашқаннан кейінгі уақытта да тыйым салады. Кейде біз ойлаймыз, ауыз ашылды, болды, енді баяғы жаман істер істей берсе болады. Кешкісін жасасаң болады деп, жаңағы зиянды әдеттер, соның ішінде темекісі бар, соның ішінде басқасы бар, кешкісін жасай беруге болады деп соны жасаймыз. Бірақ Алла тағала бір нәрсені тыйым салса, ол қияметке дейін тыйым салынады. Күндізде, түнде де, Рамазанда да, басқа кезде де, ол осы жерде де, ол Меккеде де, басқа уақытта да, басқа жерде де, барлық жағдайда ол тыйым салынады. Сондықтан Алла тағала тыйым салатын істердің барлығынан аулақ болу, ол осы Рамазанның бір талабы екен. Екінші, Рамазан айында көбірек дұға жасау, және дұға жасаған кезде мына бір қасиет бар, яқин деген. Яғни Алла тағаланың сіздің дұғаңызға жауап беретініне 100% сеніп жасау. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сендердің мынау жыл 12 айдағы күндеріңнің ішінде Алла тағаланың бір сыйлары бар сендерге, құрметтері бар беретін дейді. Енді кім соған сәйкес келіп қалса, енді ол сыйды кімге береді? Жай әшейін жатқан адамға бермейді ғой. Сол сый берейін деп жатқан кезде ораза ұстап жүрген адамға, сол сыйды берейін деп жатқан кезде намаз оқып тұрған адамға, сол сыйды берейін деп жатқан кезде дұға жасап жатқан адамға, біреуге көмектесіп жатқан адамға, сондай бір жақсылықтың үстінде сәйкес келсе соған береді Алла тағала. Енді соны алыңдар дейді, сондай салихалы істер істеу арқылы. Егер сол Алланың жаңағы жасырып қойған, мына жылдың әртүрлі күндерінде жасырулы тұрған бір сыйын алатын болсаңдар, өмір бойы бақытты боласыңдар дейді. Қараңыз, дұға да сондай да. Дұғаның да өзінің бір сәттері бар. Түнде, күндіз, әртүрлі уақыттарда, жерлерде қабыл болатын сәттері бар. Неге бұлай жасырып қойды дейік мысалға, неге барлық уақытта Алла тағала қабыл ете бермейді? Немесе неге мына кезде деп бір айтпайды, немесе бір белгі бермейді? Өйткені адамның ынта ықыласының күшейгенін қалайды Алла тағала. Егер белгісіз болса, біз мына уақытта болып қалам екен деп дұға жасаймыз. Ана уақытта болып қалам. Мысалы, қадір түнін жасырып қойды Алла тағала. Біз 27-ші түні деп айтамыз, бірақ ол 21-ші түн болуы мүмкін, 29-ші түн болуы мүмкін, одан да басқа түндердің біреуі болуы мүмкін. Неге жасырып қойды деген кезде ғалымдарымыз айтады, адам сол қадір түнін іздеймін деп, соған сәйкес келіп қалам деп, соны тауып алам деп бүгінде тұрады. Мүмкін бұл бүгін емес, арғы күні шығар деп, арғы күнде тұрады. Сол түндердің барлығын құлшылықпен өткізеді. Енді қараңыз, бір түн құлшылық жасаған жақсы ма, қадір түні деген сеніммен, жоқ әлде 7 түн, 9 түн құлшылық жасаған жақсы ма? Әрине көбірек жасаған жақсы. Сондықтан бұл біздің игілігіміз үшін жасалған нәрсе. Енді мына дұғаның да өзінің бір ашылып жабылып тұратын бір есіктерінің сәттері болады ғой. Сол сәтке, мысалға қараңыз, сіздің өмір бойы шешілмей келе жатқан бір мәселеңіз бар шығар. Өмір бойы қол жеткізе алмай жатқан бір арманыңыз бар шығар. Енді соны Рамазандағы бір дұға шешіп кетуі мүмкіндігіне сенесіз бе? Әрине. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам солай айтып тұрды. Ықылас танытыңдар дейді Рамазан айында. Алла тағаланың көп дұғаларды қабыл ететін уақыттары, сәттері бар осы Рамазан айында дейді. Соған сәйкес келіп қалады. Қарызыңыз бар шығар, міне. Рамазанда ораза ниет етіп ұстадыңыз. Алла тағала осы оразадан мүмкін қарызыңыздан құтылып шығарады шығар. Балаңыз жоқ шығар. Ұрпақ сүйе алмай жүрген шығарсыз. Алла тағала осы Рамазан айында мүмкін сізге бала нәсіп ететін шығар. Тағы басқа көптен бері қол жеткізе алмай жүрген істеріңіздің барлығының осы Рамазан айында орындалып кетуіне сіздің бір дұғаңыз себеп болуы мүмкін да. Және ол жердегі нәрсе не екен? Ең бастысы яқин, шынайы сеніп істеу. Алла тағаланың соны беретініне, соны қабыл ететініне сеніп тұрып істеу. Одан кейін жаңағы бірінші айтқанымызға қарама қарсы, Рамазанда ауыз бекіттің бе, Алла тағала ұнайтын істерді іздеп жүр. Соны істеуге тырыс. Ол енді әркім өзінің біліміне, шама шарқына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Сіз нені жақсы істер деп білесіз? Мысалы, туыстық қарым-қатынас. Ағайынмен жақсы болуды Алла тағала бұйырады, және оны өзінің есімімен байланыстырады. Алла тағала Рахман деген есім бар. Ал ағайын туыстың Рахим деп атайды. Екеуінің арасындағы байланыс. Кім оны жалғаса, кім сол ағайын туыспен қарым-қатынасын жақсартса, мен де оған
қарым қатынасым жақсы болады, яғни беретін ризық несібем, кешірімім, мейірімім, берекем оған жауап береді. Ал кім үзіп тастайтын болса ағайынмен арасын, мен де оған жаңағы аталған беретін заттарымды, нәрселерімді үзіп тастаймын дейді. Қарасаңыз, осы Рамазанда ағайынмен араны жақсарту. Біреуді мысалға кешіре алмай жүрген болсаңыз, бір көңіліңізді қалдырды, ренжітті, тағысын тағы дүниелік нәрсе болды араңызда, кешіре алмай жүрсіз ба, Рамазан айында кешіріңіз. Өйткені Құранда Алла Тағала айтады: ей мүміндер, сендер кешіріңдер, бір-бірлеріңді кешіріңдер, әйтпесе Алла Тағаланың сендерді кешіргенін жақсы көрмейсіңдер ме дейді. Алла Тағала бізге беретін өзінің кешірімін біздің адамдарға деген кешірімімізге байлап қойған ғой тікелей. Біз өзіміздің көңілімізді қалдырған, ренжіткен адамдарды нәпсімізді жиып, бір ашуымызды беріп, сабырға шақырып өзімізді сөйтіп ана кісіні кешіретін болсақ, Алла Тағала да біз кешіреді екен. Сол сияқты біреуді ренжіткен шығармыз, біреудің көңілін қалдырған шығармыз, біреудің алдында біз кешірім сұрау керек шығармыз. Осы Рамазан айында кешірім сұраңыз. Өйткені Рамазан айында адам қанша жақсы амалдар жасап жатыр ғой. Оразасын ұстап жатыр, садақасын беріп жатыр, ауызашар беріп жатыр, қанша адамның аузын ашырып сауабын аламын деп үміт етіп жатыр. Бірақ Алла Тағала айтады, қараңыз, Алла Тағала айтады: егер екі пендем өзара араздасып жүрсе, мынау мынаны кешіре алмай, екеуі бір-бірімен жаңағы сәлем бермей, сәлем алмай, сондай араларын, есіктерін жауып тастаған болса, екеуінің амалдары көтеріледі ғой, періштелер алып шығады ғой, міне ораза ұстады, міне намаз оқыды, міне бүгін садақа берді деп. Алла Тағала мына екеуінің амалдарын қоя тұрыңдар. Екеуі бір-бірімен жараспайынша мен оны қабыл етпеймін, тоқтатып қояды екен. Қараңыз, Рамазан деп үміт етіп қанша амал жасап жатқан кезде сіздің анадан кешірім сұрамағаныңыз себепті, немесе пәленшені кешірмегеніңіз себепті бүкіл амалдарыңыз төбеде тұрып қалатын болса, ол қандай өкініш. Сондықтан бір-бірімізден кешірім сұрасып, ақы айырбастасып, арамызды жарастыратын бірден бір уақыт, бірден бір кезең осы Рамазан айы. Және Рамазанның тағы бір ерекшелігі, тағы бір артықшылығы, жаңағы жақсылық істер істеп жатырмыз ғой, соның ішіндегі адамдарға беретін көмек. Өзіңнен артылған сәл-пәл ақша болса, сәл-пәл мал дүние болса, өзіңе керек емес жақсы бір жаңа затың болса, ағайын туысқа, көрші көлемге, айналаңдағы мұқтаж адамдарға беріп, бөлісу арқылы Алла Тағаланың одан сайын беретін ризық несібесіне кеңеледі екенбіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, бір құдси хадис бар екен. Алла Тағала ол хадисте былай деп айтады екен: ей пенделерім, мына қаптың аузын тарылтпаңдар, әйтпесе менің де сендерге беретін несібем тарылып қалады деп айтады екен. Қаптың аузы деп тұрғанымыз, қолыңдағы мал дүниені біреуге беретін кезде тарылма. Әсіресе осындай науқан айларда, Рамазан айында, өзіңнің туған туысқандарыңнан бастап соларға бер. Ана мал шығып, қазақта айтады ғой, жаңа шығыс болмай кіріс болмайды деп. Мына мал сенің иелігіңнен шығып кішкене мұқтаждардың, шын кедейлердің қолына тиген кезде, Алла Тағаланың ар жақта тағы да күтіп тұрған сыйлары сізге келе бастайды, ризық несібелері. Мінекей осы да Рамазан айында болады. Одан кейін ең соңғы төртінші кеңес, бұл ұстаздарымыздың, ғалымдардың беретін кеңесі уақытты үнемді пайдалану. Рамазанда көбіне көп біз оразамен, ауыз бекітумен қанағаттанып қаламыз. Ең бастысы ештеңе ішіп жатқан жоқпын, бағана сәресіге тұрдым ғой, міне кешке дейін ештеңе ішіп жеп жүрген жоқпын ғой деп, осыны бір үлкен амал көріп, әрине ол үлкен амал, бірақ сонымен қанағат қылып біз тоқтап қаламыз. Жоқ, уақыт бар ма? Мына екі ортадағы таңның атысынан күннің батысына дейінгі аралықтағы уақыттың барлығын барынша ғибадатпен толтыруға тырысу керек. Не білесің? Мысалға истиғфар білесің. Астағфируллах, я Алла күнәмді кешір. Субханаллах, Алла пәк. Әлхамдулилля, Аллаға шүкір, мақтау, мадақ. Аллаху акбар, Алла ұлық деген сияқты сөздері білесің, сол сөздерді айт. Құран оқу білесің, Құран оқы. Қандай да бір жақсылықтар келеді қолыңнан, сол жақсылықтарды істеуге осы уақытты пайдалану. Ал егер ол құр ұйқымен немесе құр босқа отырумен, шам намазы қашан келеді екен деп, күн қашан батады екен деп ауызашардың уақытын күтумен отыру, ол мына Рамазанның қадірін білмеуге жатады. Рамазан айын баршамызға Алла Тағала берекелі етсін, барлық дұға тілектерімізді қабыл етсін. Рамазаннан Рамазанға аман есен жете берейік.